are you? I think you are well. And today is our lesson about different kinds of shapes. Do you know what does it mean in Kazakh language, shape? If you don't know, I can help you. Shape, it means пішін. Ya балалар, қалдарыңыз қалай? Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі біздің тақырыбымыз пішіндер туралы болмақ. Яғни сен оны бірінші сыныпта өтіп тастаған болатынсың, я? 4 түрі пішінді өттің. Соны бүгін қайталаймыз. Егер де білетін болсаң, бүгінгі беретін саған тапсырмаларым өте оңай болмақ. Okay? Let's start. First of all, please open your book, pupil's book, at page number 6. Okay? Can you see the page 6? The first task, trace the shapes, then write and say. Алғашқы тапсырмада сен мына 6-шы бетте берілген барлық пішіндерді trace деп тұр, я? Trace дегеніміз үзік сызықтардың бойымен жүргізіп шық деп тұр. Одан кейін then write, содан кейін жаз дейді, және say, айт деп тұр. Okay? I'll give you about 2 minutes. Okay, the first shape is, how do you think? It's circle. Circle. Circle ол бізде дөңгелек. Good. And the second shape is, I know, you know, it's square. Шаршы деген сөз, я? Шаршы пішініміз. And the third shape is, it's triangle. Repeat after me. Triangle. Triangle. And the last shape, it's rectangle. Rectangle. Яғни triangle дегеніміз ол бізде 3 бұрыш, ал rectangle ол бізде тік төртбұрыш. Тік төртбұрыш бір жағы ұзын, бір жағы қысқа. Ұзындығы бар, ені бар дегендей. Yeah? Good job. The next. Ал енді балалар. Біз бүгін міне пішіндерді бір қайталап алдық. Енді одан әрмен есімізге түсіріп, егер ұмытып қалған болса, одан әрмен оны қайтадан машықтап, қайтадан да жаттау үшін біз келесі бейнебаянға назар аударуымыз керек. Ол жерде сіздерде shape song дейді, яғни пішіндердің әні болады. Қазір сіздерге әнді жіберем. Let's sing the shape song with me together. Бірге айтайық. This is a circle in the air. This is a circle on the ground. A circle, a circle. This is a square in the air. This is a square on the ground. A square, a square. This is a triangle in the air. This is a triangle on the ground. A triangle, a triangle. This is a rectangle in the air. This is a rectangle on the ground. A rectangle, a rectangle. Окей, балақай, сен әнді жақсы етіп менімен айттың, керемет.
Енді тағы да бір рет біз пішіндерді қайталап жіберейік. Қазір түрлі эмоциясы бар пішіндер шығады. Сол арқылы сенің де жаттап алуың одан әрмен дами түседі. Okay? The first shape is circle. Кәне, содан бастайық circle-дан, ары қарай өздерін жалғастырып кетеміз. Тағы да бір бейнебаянға назар аударып, және соны артынша қайталап отыр. Қазір пішіндерді айтады, сен міндетті түрде қайтала. Әйтпесе, жаттауға оңай болмай қалады саған. Сөйлей ма? Look and listen. Circle, square, triangle, rectangle. Okay, very good. Today's lesson is very easy, yes? Бүгінгі сабағымыз біздің өте оңай. And I will say, please open the page 7. 7-ші бетті аша қой. Сол жерде сенде тексттер тұр. Текст тұр. Алғашында тапсырма былай беріп тұр. Listen and read. Тыңда және оқы дейді. Бірақ біз қазір менімен бірге сен оқып ал. Экранға қазір менің орныма мына жерге саған сол тексттардың суреті шығады. Сен менімен бірге экраннан да оқысаң да болады, немесе кітабыңды бірге ашып отырып оқысаң болады. Мен асықпай оқайын, артынан қайтала. Repeat after me. Let's start. Okay, let's start. Are you ready? Yes, Nani. Look. What's the matter? Oh, Nani. Help. Stand in the circle. Are you ready now? Oh, yes. Let's go. Okay, барлық оқылған тексттерді түсіндің бе? Суретке қарап бізге түсініп алуға болады. Мен сенен сұрайыншы. Are you ready деген сөзімізді біз көбірек айтамыз мұғалімдер оқушыларға. Ол не деген сөз? Сен дайынсың ба деген сөз. Are you ready? Okay, қазір осы оққан текстімізді бейнебаян ретінде көріп, тағы да бір оқып шығайық. Okay? Тілімізді жаттықтырайық, көбірек оқу біз үшін өте пайдалы. Сөйтіп біз бұл тіл сабағы болғандықтан сен менімен әрдайым бірге оқып, көп сөзді жаттауың керек. Сөзді көп жаттаған сайын, сөзді қорың көбейе береді. Кейін саған ағылшынша сөйлеп кету оңай болмақ. Let's start. Let's watch. Are you ready? Yes, Nani. Look. Oh, what's the matter? Oh, Nani. Help. Stand in the circle. Are you ready now? Oh, yes. Let's go. Okay, my dear. How task time? Үй жұмысының уақыты. Қазір мен саған түсіндірем, өте оңай үй жұмысы.
өзіңнің activity book'ның 5-ші бетін аша қой. Және сол бетте бізде әртүрлі пішіндермен салынған суреттер берілген. For example, please look at the first picture. In the first picture, you can see a very big house, yes? Бірінші суретте сен үлкен бір үйдің суретін көріп тұрсың. Ол үйді қандай пішіндермен салған? How do you think? Қалай ойлайсың? Yes, I see a rectangle. I see triangle, circle. Тік бұрыш көріп тұрмын, дөңгелек көріп тұрмын, сонымен қатар 3 бұрыш көріп тұрмын. Бірақ 4 бұрышты көріп тұрған жоқпын. Сондықтан да тек қана бар пішінге ғана бізде мынандай галочка қойып кетті. Жарай ма? Өте оңай, басқа түсіндіретін ештеңе жоқ бұл жерде саған. Екінші суретте ағаш тұр, үшінші суретте бізде велосипед, bike. In first picture we see sun. Я, біз күнді көріп тұрмыз. Тапсырма өте оңай. Үй жұмысын міндетті түрде орындап, соны бізге суретке түсіріп, жаттаған сөздеріңді жазсаң да болады. Яғни біздің чатқа міндетті түрде кері байланыс беріп отыр. Міндетті түрде сіздің барлық үй жұмыстарыңызды тексереміз және кері байланыс беріп отырамыз. Жарай ма? Good job! Good luck! Today's our lesson have finished. Goodbye, see you the next time.